Ассалаумағалейкум. Менің есімім Жәнібек. Міне біз енді аяқта жұмыс жасап жатырық. Енді ауыспаймын енді. Ассалаумағалейкум. Міне біз қазіргі сәтте менің огородымдамыз. Жұмыс жасап жатырық міне. Міне мынау осылай басталады да. Әр жақта айналады да. Осылай бітеді анау жақта. Мына енді біздің Абай мектебі, Абай Құнанбаев атындағы 2-ші лицей. Өзім осы мектепті бітірдім, бірақ біз есігіміз ар жақтан басталады. Ана жақта айналып барамыз ғой былай. Сонда да алысымыз жақса. Тәуба шүкір дейміз. Енді әрі қарай алдыға қарай кішкене жүру керек, қадам басу керек. Қадамымыз оңды болсын деп тілейік. Сол біздің блог басталды. Ачо мен алдында блогер болайын деп айтқан жоқпын ба не? Айтқан сияқты едім ғой, былай да былай. Бәріне түсінікті белгілі болды ғой мен уже. Сол іске кірісіп кеткенімді. Сондықтан дальше больше ғой, дальше больше. Міне мынау біздің стойкаларымыз, мынау көршімен бітеді. Мынау Мәкке көршінің несі, территориясы әрі қарай. Енді біздің мақсатымыз анау тұр ғой, анау Мәккеге сыртынан қоя салғанбыз ғой, ағаштарға қадап. Соны бір нәрсе қылып алып, қазір орнына осындай бір стойканы салып, мынау заборды соған қадап тастау болып тұр. Ауа райы тамаша болып тұр, е? Тфай. Міне енді біз забордың сыртына да жеттік. Міне осындай болып тұр жағдай. Әне бүкіл забор. Каба аудар жеріне осылай болып Мәккеге тірелді ғой, короче. Мынау мен көршінің забор бастады енді. Аяқтар қыз кетіп жатыр екен. Чопан. Маған келіндер керек қой. Келіндер дегенде келін. Это что-то деген ғой, это что-то. Забор. Ал мен енді кеттім Балтаға барайын. Боня. Бонямен ойнай тұрмадық па, Боня? Боня, что там? Міне бізге керек құрал сайман жинап келдік. Енді кәсіпке кірісеміз. Күн түспеу үшін осындай маскамыз бар, если что. Қатты ойлап қалмаңдар. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп бастайық кеттік. Крушить не строить дейді ғой. Орнын босат қойдық. Енді қазір анан алып тастап, аналарды шауып тастап, Мәккенің түбін қазамыз. Міне кештеп атты, жұмысымызды аяқтап жатырық. Кәні шыққан результат көрейік. Закат әдемі, я? Так. Нормально ма?
Нормально ма? Екі жан нормально. Пойдет. Міне біздің жаңа көрген жүрген жағымыз ана ғой, нәрі жақ. Аяқта бітеді ғой забор сол жерде. Яғни соңғы стойканы орнаттық. Анда. Енді оны анау забормен мәтке тұр ғой, бір-біріне бөгет жасап. Байқанда аяқтарына шеге кетпес. Мені көрдіңіздер ма? На плот анаған бай топетаға үшін мешать етіп жатыр да. Жатқызбайды. Енді соны қазынан кесеміз балдарканы. И сонымен аяқтаймыз. Кеттік, бастайық. Мамшама мешать етіп жатыр. Соны кестау керек да. Жұмыс жүріп жатыр, твай-твай. Жай. Мынау заборда кескенде астында былай қаттау жүргенбіз ғой. Содан кейін үстінде оның басында да зазор болған. Сол зазорды жауып тастау үшін былай қаңылтырды кішкене кестім да, алдымда осылай қадап жүрдім. Сыртынан қарағанда жалпы көрініс міне осындай. Я, пойдет жалпы. Ал жаз келді, жер үйдің шаруалары онсыз да бітпейді. Енді YouTube'да өз контентімді толықтырмасам, онда түсініспеушілікпен қараңыздар. Азаннан кешке дейін жұмыс, кештен қараңғы батқанға дейін есік алдында ғой. Сол енді, бірақ бар болайық ағай. Сау.